Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен ұбт нұсқаларын талдауды жалғастырамыз. Ал бастайық. Бірінші есеп. Иін-тірекке 5 ньютон күш әсер етеді. Әсер ететін күш F 5 ньютон. Осы күштің иіні 20 см болса, яғни күш иіні L мен белгілеуімізге болады, немесе D мен белгілеуімізге де болады. 20 см. Сантиметрді біз метрге өткізуіміз керек, сонда 0,2 метр болады. Күш моментін табуымыз керек. Күш моменті М. Күш моментінің формуласы ол әсер ететін күшпен күш иінінің көбейтіндісіне тең. Бізде мынау F әсер ететін күш, ал мынау D күштің иіні. Сонда әсер ететін күшпен иіннің көбейтіндісі бізде мынау күш моментін береді, яғни мынау М бізде күш моменті. Орнына қояйық. 5 көбейту 0,2 1 ньютон көбейту метр болады. Яғни күштің өлшем бірлігі ньютон, ал иіннің ұзындығы ол метр. Сонда ньютон көбейту метр ол бізде күш моментінің өлшем бірлігі. Естеріңізде болатын болса, күш моментінің өлшем бірлігі дегенде біз ньютон көбейту метр деген өлшем бірлікті алатын едік. Яғни бізде мынау М тең F көбейту D ол күш моментінің формуласы. Яғни бізде мынау 1 ньютон көбейту метр С нұсқасында тұр. Келесі, массасы 3 кг денені жер бетінен 7 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш. Масса М 3 кг. Үдеу А 7 метр бөлінген секунд квадрат. G еркін түсуде белгілі. Біз күшті табуымыз керек. F. Яғни бұл жерде біз салмақтың формуласын пайдаланамыз. Яғни мына жерде бізде мына дене тұр еді. Яғни дененің жерде туған кезде салмағы P тең mg. Немесе F деп алуыма да болады. Егер дене тыныштық күйінде болатын болса, оның салмағы ауырлық күшіне тең болады. Ал енді осы денені біз жоғары қарай А үдеумен жоғары көтерген кезде, онда салмақ артады. Сонда F mg қосылған А. Осы формулаға қойып, біз жұмсалатын күш табайық. Яғни F тең mg қосылған А. Яғни жоғары көтерілген кезде бізде салмақ артады. Ал төмен түсетін болса, мына жерде формулада минус болатын еді, оны салмақ келмейді. Орнына қояйық. Сонда 3-те көбейтсек 17-ге 51 ньютон шығады. Бұл бізде мына С нұсқасында тұр. Жылу машинасы бір циклде 100 жол жұмыс атқарып, тоңазытқышқа 400 жол жылу берсе, пәкі. Атқарылған жұмыс А 100 жол. Тоңазытқыштың жылу мөлшері Q2. Сонда ол 400 жолға тең. Біз пәкті табуымыз керек. Eta. Оның формуласы eta тең А бөлінген Q1. А деген бізде атқарылған жұмыс, ал Q1 деген ол жылытқыштың жылу мөлшері. Сонда біз Q1-ді тауып алуымыз керек. Ал атқарылған жұмыстың формуласы А тең Q1 азайтылған Q2-ге тең. Осы жерден біз Q1 тауып алайық. Сонда Q1 табатын болсақ, Q1 тең болады. Минус Q2, теңдеудің сол жағын өткен кезде плюс болып бітеді, сонда А қосылған Q2 болады. А бізде қанша? 100 қосылған 400. Q2 берілген ғой біздің есептің шартында. Сонда Q1 500 жол шығады. Ал енді осыны біз мына жердегі Q1-дің орнына апарып қоямыз. Ал А-ның орнына біз 100 жолды қояйық. Сол кезде eta тең А бөлінген Q1 100 бөлінген 500. Мына жерге көбейту 100% деп жазуымызға болады. Бізде жауаптар процентпен, Сонда 1-ді 5-ке бөлсек 0,2, оны көбейтсек, сонда 20% шығады. Ол бізде А нұсқасында тұр. Яғни бізде пәктің формуласы А бөлінген Q1. Q1 бұл жерде қыздырғыштың жылу мөлшері, ал Q2 тоңазытқыштың жылу мөлшері. Біз осы жерден А тең Q1 азайтылған Q2 формуласынан Q1-ді тауып алдық. Келесі, тізбектей жалғаған өткізгіштер үшін орындалатын шарт. Тізбектей жалғаған кезде, мысалы, бір суретін салайық, Мынау бізде шам болатын болса, сол екі шам немесе осылай жалғасып кете береді. Осылай. Сонда
Мынау бізде бірінші, екінші, үшінші шам дейік. Сонда бірінші шамның кедергісін R1, мынаны R2, R3 дейтін болсақ, осы өткізгіштер қалай жалғанып тұр? Тізбектей жалғанып тұр, Тізбектей жалған кезде ток күші өзгермейді. Яғни I1 тең, I2 тең, I3 осылай жалғаса береді, IN-ге дейін. Тізбектей жалған кезде ток күші тұрақты, немесе констант деп жазуыма болады. Ал кернеу, жалпы кернеу, әрбір өткізгіштегі кернеудің қосындысына тең. Осылай жалғасады, бұл N-ге дейін. Ал жалпы кедергі, ол әрбір өткізгіштегі кедергінің қосындысына тең болады. Осылай Rn-ге дейін. Яғни тізбектей жалған кезде ток күші тұрақты болады, өзгермейді, кернеу мен кедергі қосылады. Ал бізде мынау Е нұсқасы сәйкес келіп тұр, яғни ток күші тұрақты, I1 тең I2, I3 тең IN деген бізде мынау Е нұсқасы. Бұл бізде мынау Д нұсқасы параллель жалған кезде, Б нұсқасы да параллель жалған кезде орындалады, ал мынау А нұсқасы да ол параллель жалған кезде орындалады. X осымен қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелді графигінен 4 секунд пен 6 секунд уақыт аралығындағы дененің орташа жылдамдығы. Бізде мынау координатаның уақытқа тәуелді графигі берілген. Біз мынау 4 секунд пен 6 секунд уақыт аралығындағы дененің орташа жылдамдығын табуымыз керек. Орташа жылдамдықтың формуласы S бөлінген T. Яғни жалпы жүрген жолдың жалпы уақытқа қатынасы. Егер жол 2-3 бөліктен тұратын болса, онда S1 қосылған S2 бөлінген T1 қосылған T2 деп жазуымызға болады. Ал енді S1 деген жолдың бірінші бөлігіндегі жүрген жол, яғни бізде мынау бөлік жолдың бірінші бөлігі, яғни мына жер бізде S1. Ал мына аралық бізде S2. S1 деген жол X1 азайтылған X налевой. Ал S2 дегеніміз ол X2 азайтылған X1. Сонда дененің 4 секундтағы бастапқы координатасы 60-ға тең болып тұр. Ал 5 секундқа келген кезде оның координатасы 60. Сонда бірінші бөлікте оның орын ауыстыру 0-ге тең болып тұр. 0 метр. Енді екінші бөлік үшін орын ауыстыру табайық. Сонда мына жер 60 бастапқы координата, соңғы координатасы 0, 60 метр шығады. Сонда орын ауыстыру бізде 60-ға тең. Ал енді орнына қояйық. В жалпы S2 бөлінген T жалпы. Яғни S2 бізде 60 бөлінген жалпы уақыт бізде мынау 2 секунд. Бізде мынау 4 секунд пен 6 секунд уақыт аралығындағыны сұрап жатыр. Сонда 30 метр бөлінген секунд. Яғни дененің орташа жылдамдығы, орташа, бізде 30 метр секундқа тең болып тұр. 30 деген ол бізде мынау С нұсқасында тұр. Массасы М билеуші горизонтал бағытта S қашықтыққа орын ауыстырған кезде ауырлық күшінің жұмысы. Суретін салайық. Горизонтал бағытта массасы М болатын билеуші бұлай S қашықтыққа орын ауыстырды. Сол кезде осы билеушіге әсер ететін күш төмен қарай F ауырлық күш әсер етеді. Ал енді атқарылған жұмыстың формуласы А тең F көбейту S косинус альфа. Бұл жерде F денеге әсер ететін күш, S орын ауыстыру, косинус альфа ол бізде мынау F әсер ететін күшпен орын ауыстыру арасындағы бұрыш. Яғни қарайтын болсақ, бізде мынау әсер ететін күш ауырлық күшімен орын ауыстыру арасында бұрыш 90 градусқа сәйкес келіп тұр. Сонда орын ауыстыру былай, ал ауырлық күші төмен қарай бағытталған. Сонда арасындағы бұрыш пи бөлінген 2, яғни 90 градусқа сәйкес келіп тұр. Сонда косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге тең. Яғни 0-ге тең болғандықтан атқарылған жұмыс 0-ге тең болады. Яғни косинус 90 градус 0 болғандықтан бізде атқарылған жұмыс 0-ге тең болады. Яғни бұл бізде мына Д нұсқасына сәйкес келіп тұр. Ал егер мысалы мына жерде денеге әсер ететін күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш бұлай бағытталған болсын дейік. Сонда S және F бір бағыттағы, яғни әсер ететін күш пен орын ауыстырудың бағыты бірдей. Яғни бұл жерде косинус альфа қаншаға тең? 0 градусқа тең. Косинус 0 градустағы мәні ол 1-ге тең. Яғни бұл жерде атқарылған жұмыс оң болады. Яғни А тең F көбейту S немесе А үлкен 0 деп жазуыма да болады. Яғни бұлай жазуымызға да болады. Егер
нөлден кіші немесе тең болатын болса, және де пи бөлінген 2, яғни 90 градустан кіші болатын болса альфа, және 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болатын болса, ол кезде косинус бірінші ширекте орналасқан, яғни бұл жерде косинустың мәні 10. Сондықтан да а тең fs немесе а үлкен 0. Ал егер де екеуінің бағыты былай қарама-қарсы бағытталған болса, онда s орын ауыстырумен f күштің бағыты қарама-қарсы, яғни олардың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең. Ал егер бұл жерде бұрыш, яғни 90 градустан үлкен, ал 180 градустан кіші, сонда екінші ширекте орналасқан, онда косинус екінші ширектегі мәні 0-ден кіші, яғни бұл жерде а тең минус f көбейту s болады. Келесі. Иіндіктің кіші иініне 300 ньютон, ал үлкен иініне 20 ньютон күш әсер етеді. Кіші иіннің ұзындығы 5 см болса, иіндіктің жалпы ұзындығы. Суретін салайық. Бізде мынау тіреу нүктесі. Сонда бұлай иіндік болатын болсын. Сонда мынау бізде үлкен иін, яғни L1 деп жазайық. Ал мынау бізде кіші иін, L2. Сонда үлкен иініне әсер ететін күш, ол бізде мынау 20 ньютон. Яғни бұлай жазып қояйық. F1 20 ньютон. Яғни мынау үлкен иініне әсер ететін күш 20 ньютон. Ал кіші иініне әсер ететін күш F2 300 ньютон болса, иіндіктің жалпы ұзындығын табуымыз керек. Яғни бізде кіші иіннің ұзындығы белгілі, L2 белгілі, 5 см-ге тең. Ол үшін біз L1-ді тауып алуымыз керек бірінші кезекте. Бізде мынау иіндіктің жалпы ұзындығын сұрап жатыр, яғни L жалпы ол L1 қосылған L2-ге тең болады. Ал бізге жалпы ұзындықты табу үшін L1 қажет. Ол үшін біз күш моментінің формуласын пайдаланамыз. Яғни күш моментінің формуласы m тең f көбейту L. Ал енді мен мынау сол жақтағы иін үшін жазып аламын күш моментін, яғни үлкен иін үшін және кіші иін үшін мен күш моментінің формуласын жазып аламын. Яғни m1 тең, бұл m1 бізде үлкен иініне әсер ететін күшпен f1 және үлкен иіннің ұзындығының көбейтіндісіне тең, L1. Ал m2 ол кіші иінге әсер ететін күшпен оның ұзындығының көбейтіндісіне тең. Осы екеуін теңестірейік. m1 тең m2. Сол кезде f1 L1 тең f2 L2 болады. Осы жерден біз L1-ді табамыз. L1 тең f2 көбейту L2 бөлінген f1 тең. Орнына қояйық. f2 бізде 300 көбейту L2 5 бөлінген 20. 75 сантиметр шығады. Яғни бұл бізде L1, яғни үлкен иіннің ұзындығы 75 сантиметр. Ал біз жалпы иіндіктің ұзындығын табуымыз керек. Сонда L тең болады 75 қосылған 5. Яғни 80 сантиметр. 80 сантиметр ол бізде А нұсқасында тұр. Келесі, әрқайсының салмағы 20, әрқайсының салмағы 10 ньютон, екі жүк жеңіл рычагтың бір иінінде бір нүктеге ілінген. Рычаг тепе-теңдікте болса, екінші иінге түсіретін күш. Яғни бізде суретте рычаг берілген. Рычагтың оң жағына қарайтын болсақ, бізде әрқайсының салмағы 10 ньютон болатын екі жүк ілінген. Яғни мынаны бірінші дене болатын болса, осы бірінші дененің салмағы P1 10 ньютон, ал екінші дененің салмағы ол да 10 ньютон. Сонда жалпы қанша болады? Яғни мынау екеуінің жалпы салмағы 20 ньютонға сәйкес келеді. Ал енді бізде рычагтар тепе-теңдікте тұр. Яғни рычаг тепе-теңдікте болу үшін бізде моменттер ережесін пайдаланамыз. Яғни m1 тең m2 болу керек. Күш моменттері тең болу керек. m1 дегеніміз ол f1 L1, ал m2 деген ол f2 көбейту L2. Яғни бізде мынау P деген ол бізде мынау f2-ге сәйкес келіп тұр. Егер мына жерді біз f1 деп жазатын болсақ, ал мына жер f2 болып тұр. Яғни мынау P бізде 20 ньютон, f2 тең, яғни f2 тең 20 ньютон деп жазуымызға да болады. Ал енді суретке қарайтын болсақ, бізде мынау кіші иін, яғни L1 дейтін болсақ, ал мынау үлкен иін болып тұр, L2. Сонда L2 L1-ге қарағанда қанша есе үлкен, соны тауып алуымыз керек. Сонда мынау бөліктерін қарайық.
1, 2, 3, 4. Sonda L2 L1'ге қарағанда 4 есе үлкен болып тұр. Сонда мен L2 тең 4 L1 деп жазуыма болады. Осы өрнекті біз мына жердегі L2-нің орнына апарып қойып жазайық. Сол кезде F1 L1 тең болады F2 көбейту 4 L1. L1 мен L1 не істейді? Қысқарады. Сол кезде F1 тең 4 F2 болып қалады. F2 бізде қаншаға тең? F2 мына жерде қарайтын болса 20 ньютон. Орнына қояйық. Сонда F1 тең 4 көбейту 20. Сонда 80 ньютон болады. 80 ньютон бұл А нұсқасында тұр. Бұл есепте күш моментінің формуласын пайдаланамыз, яғни M1 тең M2. M1 ол F1 көбейту L1, M2 F2 көбейту L2. Одан кейін суретке қарап отырып, бізде мынау иіндердің ұзындығын бұлай жазып аламыз. Сонда L2 4 есе үлкен болып тұр, мына жерде L1-ге қарағанда. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының графигі бойынша түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі мен 4 секундтағы орын ауыстыруы. Бізде мынау график жылдамдықтың уақытқа тәуелді график көрсетілген. Сонда біз дененің үдеуін табуымыз керек. Одан кейін 4 секундтағы, яғни Т тең 4 секундтағы орын ауыстыру S. Яғни графикке қарайтын болсақ, бізде мынау жылдамдық уақыт өтуімен артып бара жатыр. Бұлай жоғары қарап бағытталған. Яғни жылдамдық артып бара жатыр. Яғни үдемелі қозғалыс. Үдеудің формуласы А тең V минус V нолевой бөлінген Т. Бізде графикке қарайтын болса, бастапқы жылдамдық 0-ге тең, өйткені 0-ден басталып жатыр. Сонда жазып қояйық V нолевой, бастапқы жылдамдық 0 метр бөлінген секунд. Ал мысалы 4 секундтағы үдеуді тауып алайық. 4 секундтағы оның жылдамдығы 6-ға тең болып тұр. Сонда V тең 6 метр секунд. Сонда орнына қояйық. Үдеу А тең V азайтылған V нолевой. А тең V азайтылған V нолевой бөлінген Т. Жылдамдық 6 азайтылған бастапқы жылдамдық 0 бөлінген уақыт 4. 6 бөлінген 4 1,5 метр бөлінген секунд квадрат. Үдеуі тауып алдық. Ал енді біз 4 секундтағы орын ауыстыру табуымыз керек. Қозғалыс үдемелі болғандықтан, үдемелі қозғалыс кезінде V нолевой Т қосылған АТ квадрат бөлінген 2 осы формуланы пайдаланып табуымызға болады. Бізде бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Яғни бастапқы жылдамдық 0 болатын болса, 4-ті 0-ге көбейтсек 0 болады. Яғни S тең АТ квадрат бөлінген 2 формуласы келіп шығады. Үдеуді тауып алдық. Үдеу А бізде 1,5 шықты. Осыны мына жердегі үдеудің орнына жазайық. 1,5 көбейту Т квадрат 16 бөлінген 2. 8 12 метр. Үдеу 1,5 орын ауыстыру 12 метр. Ол бізде Д нұсқасына сәйкес келіп тұр. Бұл жерде орын ауыстыруды біз S тең V квадрат минус V нолевой квадрат бөлінген 2А өрнегімен де табуымызға болады. Мына жерде бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Сондықтан да V квадрат бөлінген 2А. Осы өрнекпен де табайық. Сонда жылдамдықтың квадраты 36 бөлінген 3. 12 метр. Осылай екі жолмен шығаруымызға болады. Қорғасын оқ 280 метр секунд жылдамдықпен ұшып келіп қабырғаға соғылған кезде температурасы 224 кельвинге артты. Оқтың кинетикалық энергиясының ішкі энергияға айналған бөлігі. Қорғасының жылдамдығы V 280 метр секунд. Қабырғаға соғылғаннан кейін оның температурасы дельта Т 224 кельвинге дейін өзгерді, артты яғни. Кинетикалық энергияның ішкі энергияға айналған бөлігін табуымыз керек. Ол үшін біз жылу мөлшерін кинетикалық энергияға бөлетін болсақ, сонда ішкі энергияға айналған бөлігі келіп шығады. Яғни жылу мөлшерінің формуласы Q тең см дельта Т. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Яғни суретін салсақ, мысалы мына жерде бізде қабырға, осы қабырғаға бұлай оқ бұл жылдамдықпен келіп соғылғаннан кейін мына жерге соғылды. Сол кезде температура 224 кельвинге дейін артты. Біз сонда мынау оқтың кинетикалық энергиясы қанша бөлігі ішкі энергияға айналды.
яғни бұл жерде мына формуланы қойып біз есептейік. Яғни жылу мөлшерінің кинетикалық энергия қатынасы Cm дельта Т бөлінген mv квадрат бөлінген 2 болады. Сонда мына 2 жоғары қарай шығады, массалар қысқарады. Сонда 2 С дельта Т бөлінген v квадрат. Орнына қойып есептейік. 2 көбейту 140, дельта Т бізде 224 бөлінген v квадрат 280 квадрат. 280 біз былай жазайық. 280 көбейту 280 деп жазайық. 2-ні 140-қа көбейтсек 280, сонда мынау 2 қысқарады. Сонда 224-ті 280-ге бөлсек бізде 0,8 шығады. Егер пайызбен жазатын болсақ, онда біз 100%-ға көбейтеміз. Сонда 80%. Яғни оқтың кинетикалық энергиясының 80%-ы ішкі энергияға айналуға жұмсалды. Яғни бізде мынау 80% ол бізде д нұсқасына сәйкес келіп тұр. Бұл жерде яғни жылу мөлшерінің формуласын пайдаланамыз. Бізде мынау жылу мөлшерінің формуласы Cm дельта Т. Одан кейін кинетикалық энергияның формуласын пайдаланамыз. Жылу мөлшерінің кинетикалық энергия қатынасын есептейтін болсақ, бізде оқтың кинетикалық энергиясының ішкі энергияға айналған бөлігі келіп шығады. Келесі өріс кернеулігі 40 киловольт бөлінген метр. Берілген жазайық. Кернеулік Е 40 киловольт. Кило деген оның 3 дәрежесі, вольт бөлінген метр. Өрісте орналасқан 27 нанокулон заряд. Заряд Q 27 көбейту 10-9 дәрежесі кулон болады. Нано деген ол бізде 10-9 дәрежесі. Көз сызықтарына перпендикуляр 9 см қашықтықтағы, яғни R 9 см, сантиметрді метрге өткіземіз, сонда -2 дәрежесі метр болады. Өрістің қорытқы кернеулігін табуымыз керек. Кернеулік Е, сонда мынаны Е1 деп жазатын болсақ, біз қорытқы кернеулікті табуымыз керек. Сонда мына жерге суретін салайық. Мысалы, мына жерде оң зарядталған пластина, мына жерде теріс зарядталған пластина болсын. Сонда электр өрісінің күш сызықтары оң полюстен былай теріс полюске қалай бағытталған болады. Сонда оны біз Е1 дейтін болсақ, осы өріс кернеулік сызықтарына перпендикуляр 9 см қашықтықта. Сонда мына жерде бізде мысалы 9 см қашықтықта дейік. Өріс сызықтарына перпендикуляр, сонда былай сызайық. Сонда мына арасындағы бұрыш, егер мына мен Е2 деп жазатын болсам, онда арасындағы бұрыш 90 градус. Яғни мына жерге былай сызайық. Мынау бізде Е2 болсын, ал мынау Е1. Сонда арасындағы бұрыш 90 градус. Сонда мынау Е1 мен Е2-ні былай жалғайтын болсақ, бізде мынау тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Яғни бұл жерде мен қорытқы кернеулік табуым керек. Яғни қорытқы кернеулік бізде тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына сәйкес келіп тұр. Яғни қорытқы кернеулік Е тең Пифагор теоремасы бойынша есептейтін боламыз. Яғни Е1-дің квадраты қосылған Е2-ның квадраты түбір астында. Яғни бұл жерде перпендикуляр деп айтылған. Сондықтан былай суретін салған кезде бізде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Яғни қорытқы кернеулікті біз Пифагор теоремасы бойынша есептейміз. Бізде мынау Е1 белгілі, Е2-ні біз кернеуліктің формуласын пайдаланып табуымызға болады. Яғни KQ бөлінген R квадрат. Сонда Е2. Сонда Е2-нің орнына осы өрнекті апарып қойып жазуыма болады. Сонда қорытқы кернеулік Е. Е1-дің квадраты. Біз Е1-ді 4 көбейту 10-4 дәрежесі деп жазуымызға болады. Соның квадраты қосылған К9 көбейту 10-9 дәрежесі. Заряд 27 көбейту 10-9 дәрежесі бөлінген 9 көбейту 10-2 дәрежесі. Сонда осының барлығын квадраты. Одан кейін барлығын мен түбірдің астына алам. Осының барлығын есептейтін болсақ, бізде 9 бен 9 қысқарады. Дәрежелерді -9 бен -9 қысқарады. Осының барлығын есептейтін болсақ, және 4 көбейту 10-4 дәрежесін квадраттап қосқан кезде бізде 50
көбейту 10-ның 3 дәрежесі вольт бөлінген метр шығады. Яғни бұл 50 киловольт бөлінген метр деген сөз. 50 киловольт бөлінген метр ол бізде мынау B нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Суретте жарық сәулесінің сыну көрсеткіші әртүрлі үш ортадан өту жолы берілген. Орталардың сыну көрсеткіштерінің өсу реті бойынша орналастырыңдар. Яғни бізде мынау бірінші орта, одан кейін екінші орта және үшінші орта. Сонда бірінші ортаның сыну көрсеткішін n1 дейтін болсақ, екінші ортаның сыну көрсеткіші n2, ал үшінші ортаның сыну көрсеткіші n3. Сонда олардың сыну көрсеткіштерінің өсу реті бойынша жазуымыз керек. Сонда қарайтын болсақ, бізде мынау екі орта үшін тұрғызылған перпендикуляр. Сонда мынау бізде сыну бұрышы, сыну бұрышын біз мына жерде бетта 2 деп жазайық. Ал мына жер сыну бұрышы үлкен болып тұр, ол бетта 3 болсын. Сонда қарайтын болсақ, мынау үшінші ортаның сыну бұрышы үлкен. Яғни сыну бұрышы қаншалықты үлкен болатын болса, онда осы ортаның сыну көрсеткіші ең кіші болады деген сөз. Яғни n3 ең кіші болады. Ал одан кейін бізде мынау n1-дің сыну көрсеткіші аз болып тұр. Одан кейін n1. Ал одан кейін ең үлкені бізде мынау n2 болып тұр. Яғни бұл n2, яғни екінші ортаның сыну көрсеткіші үлкен. Өйткені мына жерде екінші ортаның сыну бұрышы кіші болып тұр. Сыну бұрышы қаншалықты кіші болатын болса, онда осы ортаның сыну көрсеткіші соншалықты үлкен болады. Яғни n2 болады. Бұл бізде мынау B нұсқасына сәйкес келіп тұр. Осы есепті толық түсіну үшін келесі видеоны қарайтын болсаңыздар, онда осы сұраққа толық жауап алатын боласыздар. Оқушылар мынаған қарайтын болсақ, бізде мынау жарық көзі қосатын болсақ, мына жарық бірінші ортадан екінші ортаға өтіп жатыр. Сол кезде жарықтың шағылу заңы және жарықтың сыну заңы орындалып жатыр. Сонда қарайтын болсақ, бізде мынау бірінші орта ауа. Ал екінші орта бізде су. Сонда мына қарайтын болсақ, ауадан суға өткен кезде жарықтың сыну құбылысы байқалып тұр. Ал енді біз екінші ортаны өзгертейік. Мысалы, шыныға өзгертейік. Яғни қарайтын болсақ, бізде мынау судың сыну көрсеткіші 1/33 болатын болса, ал шынының сыну көрсеткіші 1/5. Сол кезде не өзгеріп жатыр? Яғни оптикалық тығыздығы жоғары болатын болса, онда сыну бұрышы азайып бара жатыр. Егер ауа болатын болса, онда жарықтың сыну заңы орындалмайды. Егер оптикалық тығыздық қаншалықты жоғары болатын болса, онда жарықтың сыну бұрышы соншалықты азай береді. Тест тапсырмасын орындаған кезде осыған мән беруіміз керек. Яғни тығыз болған кезде сыну бұрышы соншалықты кіші болады. Суретте көрсетілген электр тізбегінің сұлбасына сәйкес тізбектегі қыздыру шамының кедергісі. Бізде мынау қыздыру шамы, осы қыздыру шамының кедергісін табуымыз керек. Яғни біз бұны R1 деп жазайық. Сонда біз мынау сұлбаға қарап, тізбектегі ток күшін, кернеуді, кедергілерді жазып алайық, берілгендер. Сонда бізде мынау амперметр, дұрыс па? Амперметр. Сонда амперметрдің көрсетуі I тең 9 амперді көрсетіп тұр. Яғни ток күші 9 ампер. Ал кернеу, яғни бізде мынау вольтметр. Вольтметр ол бізде нені? Кернеуді анықтайды. Сонда бізде кернеу 36 вольтқа сәйкес келіп тұр. Ал мынау R2 кедергі бізде 1 Ом. Болатын болса, мен мынау қыздыру шамындағы кедергіні табуым керек. Яғни R1-ді. Ол үшін мен мынау жалпы тізбектегі кедергіні тауып алуым керек. Ол үшін мен тізбек бөлігі үшін Ом заңын пайдаланамын. Яғни тізбек бөлігі үшін Ом заңы U бөлінген R. Осы жерде мен кедергіні табатын болсам, онда бұл кедергі бізде мынау жалпы кедергі болады. Яғни U бөлінген I. Сонда кернеуді ток күшіне бөлетін болсақ, бізде жалпы кедергі келіп шығады. Кернеу бізде 36 бөлінген ток күші 9. Сонда 4 Ом. Тізбектегі жалпы кедергі 4 Ом болатын болса, біз мынау R1 кедергіні табуымыз керек. Ол үшін қалай не істейміз? Яғни бізде мынау қыздыру шамы және мынау R2 кедергі
бір-бірімен тізбектей жалғанып тұр, Сонда тізбектей жалған кезде жалпы кедергі ол өткізгіштің кедергілерінің қосындысына тең. R1 қосылған R2. Бізде мына жалпы кедергі 4 Ом. Осы жерде мен мына R1 кедергіні тауып алуыма болады. Сонда R1 табатын болсақ, R жалпы азайтылған R2 болады. Орнына қояйық. R1 тең. R жалпы бізде қанша? 4 Ом. 4 Ом шықты, тауып алдық. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын пайдалана отырып, мына формуладан біз кедергіні тауып алдық. Яғни жалпы кедергі 4, азайтылған R2 кедергі бізде 1 Ом. Мына жерге қарайтын болсақ, 1 Ом деп жазылған, Сонда 4 азайтылған 1, 3 Ом шығады. Яғни мына қыздыру шамының кедергісі 3 Ом. 3 Ом бізде мына сын нұсқасына сәйкес келіп тұр. Серіппеге келінген жүктің гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген болса, жүктің жылдамдық амплитудасының модулі. Гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген. Осы жерден біз жылдамдықтың амплитудасын табуымыз керек. Яғни жазып алайық. Бірінші x тең гармоникалық тербеліс теңдеуі 0,105 косинус 4πt. Осындай гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген. Біз жылдамдықтың амплитудасын модулін табуымыз керек. Яғни v максимал. Ал енді гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, негізінен x тең x максимал косинус омега t. Сонда бізде мынау x максимал амплитуда 0,105-ке тең, Сонда жазуға x максимал ол 0,105 метр. Ал бізде омега қаншаға тең? Мынау косинус пен t-ның арасындағы шама бізде омега болып табылады. Сонда омега 4π-ге тең болып тұр. Омега 4π. Ал енді жылдамдық табу үшін біз гармоникалық тербеліс теңдеуінен не істейміз? Туындаламыз. Туындалған кезде, сонда x-тен 1 рет туындалатын болса, онда жылдамдық кеп шығады. Сонда туындалған кезде мынау омега, яғни бізде омеганың орны 4π тұр. Мынау алдына түседі. Алдына түсіп 0,105-ке, яғни бізде мынау x максимал 0,105, соған көбейеді. Яғни туындалатын болсақ, былай жазайық, 0,105 косинус 4πt. Осыдан біз туындаламыз. Туындалған кезде мынау 4π алдына түседі, және 0,105-ке көбейеді. Сонда 4π көбейту 0,105. Косинустың туындысы минус синус. Біздің есепте амплитудасының модулін сұрап жатыр, яғни біз мына жердегі минус таңбасын ескермейміз. 4πt. Сонда көбейтсек 0,2 пи синус 4πt шығады. Сонда мынау бізде 0,2 пи, ол бізде жылдамдықтың амплитудасының мәні болып табылады. Яғни жылдамдықтың гармоникалық тербеліс теңдеуі v максимал синус омега t. Сонда v максимал бізде мынау синустың алдындағы шама жылдамдықтың амплитудасының мәні болып табылады. Яғни v максимал бізде 0,2 пи метр бөлінген секундқа тең. Ал енді мына пи бізде 3,14. Көбейтіп жазуымызға да болады. Сонда 0,2 көбейту 3,14 0,628 метр бөлінген секунд. Осындай жауаптарды іздейік. 0,2 пи метр бөлінген секунд, ол бізде h нұсқасына сәйкес келіп тұр. Одан кейін 0,628 метр секунд, ол бізде g нұсқасына сәйкес келіп тұр. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Яғни біз гармоникалық тербеліс теңдеуінен 1 рет туындалатын болсақ, онда жылдамдықты тауып алуымызға болады. Келесі жылу қозғалтқыштарының пәкі. Жылу қозғалтқыштарының пәкі это А бөлінген Q1. Яғни А ол бізде атқарылған жұмыс, Q1 ол қыздырғыштың жылу мөлшері. Мына жерде атқарылған жұмыс ол Q1 азайтылған Q2-ге тең болады. Сонда А-ның орнына, формада А-ның орнына мен Q1 азайтылған Q2 деп жазуыма болады. Яғни eta тең Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1. Осы өрнектерді іздейік. Яғни eta тең Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1 А нұсқасы сәйкес келіп тұр. Одан кейін eta тең А бөлінген Q1 бізде h нұсқасына сәйкес келіп тұр. Мына жерде жазайық қайтадан. Eta тең А бөлінген Q1 болады. Астында бөлімінде
Q1 болу керек. Қыздырғыштың жылу мөлшері. Егер мына жерде Q2 болатын болса, ондай жауаптарды алмаймыз. Яғни мына жерде сын нұсқасында Q2 тұр. Жоқ, бұл дұрыс емес. Мына астындағы жылу мөлшері Q1 болу керек. Яғни атқарылған жұмысты, пайдалы жұмысты қыздырғыштың берген жылу мөлшеріне қатынас. Келесі, заряд тасымалдаушылары еркін электрондар мен оң және теріс иондар болып табылатын өткізгіш түрі. Электрондар мен иондар болып табылатын, олар иондалған газдар болып табылады. Яғни иондалған газдардың заряд тасымалдаушылары, олар электрондар мен оң және теріс иондар. Яғни иондалған газдар деген бізде мына H нұсқасына сәйкес келіп тұр. Бір қатар айтып өтейік. Металдарда электр тогын тасымалдаушылар, олар электрондар. Ал жартылай өткізгіштерде электр тогын тасымалдаушылар, олар электрондар. Одан кейін кемтіктер. Электролиттерде оң және теріс иондар. Ал бізде электрондар мен оң және теріс иондар деп айтылған, олар тек қана иондалған газдарда болады. H нұсқасы. Келесі, көлденең қимасының ауданы S 0,6 сантиметр квадрат. Сантиметрден біз метрге өткіземіз. Санти оның -2 дәрежесі, квадраттаған кезде -4 дәрежесі метр квадрат болады. Ұзындығы L 10 километр. Километр ол оның 3 дәрежесі метр болады. Никель сымның электрлік кедергісі. Никельдің меншікті кедергісі белгілі, біз кедергіні табуымыз керек, R. Кедергінің формуласы R тең ρL бөлінген S. Ал орнына қойып есептейік. R тең 42 көбейту 10-ның -8 дәрежесі, 10 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлінген 0,6 көбейту 10-ның -4 дәрежесі. -8 бен -4 қысқарады, мына жақта -4 қалады. Сонда мынау барлық қысқарады дәрежелер. Бөлсек 70-10 шығады. 70-10 бізде мынау H нұсқасында тұр екен. Келесі, периоды 12 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метр дифракциялық торға перпендикуляр түскен толқын ұзындығы 4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метр монохроматты жарық сәулесінің максимум реті. Максимумдар саны. Период D 12 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метр. Перпендикуляр түскен, яғни синус фи, ол бізде 90 градусқа сәйкес келіп тұр. Яғни 90 градус, синустың 90 градустағы мәні 1-ге тең. Толқын ұзындығы лямбда 4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метр. Болса біз максимумдар реті мен санын табуымыз керек, яғни К. Яғни дифракциялық тордың формуласы D синус фи тең К көбейту лямбда. Яғни мынау синус фи бізде 90 градус, яғни 1-ге тең. Сонда D тең К лямбда болады. Осы жерден біз К-ны табайық. Сонда К тең D бөлінген лямбда. Так, К тең болады. D бізде 12 көбейту 10-ның -7 дәрежесі бөлінген толқын ұзындығы 4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі. -7 мен -7 қысқарады. 12-ні 4-ке бөлсек 3. Яғни максимум реті 3-ке тең. К тең 3. Ол бізде А нұсқасында тұр екен. Ал енді максимумдар саны табу үшін бізде N тең 360 бөлінген альфа минус 1 деген формула бар. Осы формула қояйық. Яғни 360-ты бізде мынау, яғни фи ғой мына жер. Синус фи. Фи деп жазуыма болады. Синус фи 90 градусқа тең. Сонда 360 бөлінген 90 минус 1. Так, сонда 3 болады. Сонда максимумдар саны 3-ке тең. Жиілігі ню, периоды Т және В жылдамдықпен таралатын толқын ұзындығы лямбда анықтайтын формула. Толқын ұзындығының формуласын табуымыз керек. Толқын ұзындығының формуласы лямбда тең В көбейтілген Т немесе лямбда тең В бөлінген ню. Осы екі өрнекпен анықталады. Осындай жауаптар іздейік. Мынау сын нұсқасында лямбда тең В көбейтілген Т. Одан кейін лямбда тең В бөлінген ню. Бізде мынау H нұсқасына сәйкес келіп тұр. Магнит индукция векторының бағыты дұрыс көрсетілген сурет. Магнит индукция векторының бағытын анықтау үшін бұрғы ережесін пайдаланамыз, немесе оң қол ережесі. Яғни оң қолыңыз бойынша, бұрғы ережесі бойынша бас бармақ ток күшінің бағытын
жазып қояйық. Бас бармақ токтың бағытын көрсетеді, яғни I. Ал 4 саусақ бізде магнит индукция векторының бағытын көрсетеді, яғни B. Бұрғы ережесін пайдалана отырып табамыз. Сол кезде мынау 2 мен 4-ші суреттер сәйкес келеді. Баллондағы массасы 30 кг ауа молекулаларының N1 санының көлемі, яғни масса 30 кг. Сонда 30 кг ауадағы молекулалар саны біз N1 дейтін болсақ, онда көлемі V2 тең 16,62 метр куб болатын, және температурасы Т тең 17 градус. Ауа молекулаларының санына қатынасын табуымыз керек. Яғни біз N1-дің N2-ге қатынасын табуымыз керек. Ауаның молдық массасы, Авогадро саны, универсал газ тұрақтысы барлығы белгілі. Яғни бірінші кезекте біз массасы 30 кг ауада қанша молекула бар, соны табуымыз керек. Яғни ол үшін зат мөлшерінің формасын пайдаланамыз. Яғни нью тең N бөлінген N Авогадро және M бөлінген молдық масса. Екеуін теңесе отырып, мен 30 кг ауадағы молекулалар санын тауып аламын. Яғни N1-ді тауып алуыма болады. N1. Яғни N1-дің N Авогадроға қатынасы тең болады M бөлінген M. Осы жерде N1-ді табатын болсақ, N1 тең M бөлінген M N Авогадро болады. Осы жерден N1-ді табайық. N1. Сонда N1 тең болады 30 бөлінген 29 көбейту 10-3 дәрежесі деп жазайық. Көбейту Авогадро тұрақтысы 6 көбейту 10-23 дәрежесі. Сонда 6,2 көбейту 10-26 дәрежесі молекула бар екен. Ал енді N2 молекулалардың санын табуымыз керек. Ал енді көлемі 16,62 метр куб және қалыпты атмосфералық қысымда болатын ауа молекулаларының санын табуымыз керек. Яғни ол үшін біз Менделеев-Клапейрон теңдеуін пайдаланамыз. Яғни PV тең N бөлінген N Авогадро RT. Сонда мына жерде бізде N2. Осы жерден біз N2-ні табайық. Сонда N2 тең болады PV көбейту N Авогадро бөлінген RT. Оның 5 дәрежесі көбейту көлем 16,62. Авогадро 6 көбейту 10-23 дәрежесі бөлінген 8,31. Температура. Біз мына градусты кельвинге өткізуіміз керек. Сонда 273-ті қоссақ, бізде 290. Сонда 4 көбейту 10-26 дәрежесі шығады. Ал енді N1-ді N2-ге бөлейік. N1 бөлінген N2. Сонда N1 бізде 6 шықты. 6 көбейту 10-23 дәрежесі бөлінген 26 дәрежесі. N2 4 көбейту 10-26 дәрежесі. Сонда мынау дәрежелі қысқарады. Сонда 1,5 шығады. 1,5 бізде мынау F нұсқасында тұр. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыздың соңына дейін көріп, есептердің шығарылуын үйренгендеріңіз үшін видеоның соңына дейін көріп, есептердің шығарылуын көріп үйренгендеріңіз үшін рахмет. ұбт-да сәттілік тілейміз. Тек қана алға. Ұзындығы 5 метр, көлденең қимасының ауданы 4 см квадрат, ұзындық L 5 метр. Көлденең қимасының ауданы 4 см квадрат, оны метр квадрат өткізейік, сонда 4 көбейту 10-4 дәрежесі метр квадрат болады. Салмақ P немесе F деп жазуыма да болады. 20 килоньютон, 20 10-3 дәрежесі ньютон. Жіптің абсолют деформациясын табуымыз керек. Абсолют деформация дельта L. Механикалық кернеудің формуласы сигма тең F бөлінген S. Яғни осы жерден бірінші кезекте біз
mexanikалық кернеуін тауып алайық. Яғни сигма тең f бізде 20 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлінген 4 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Сонда 5 көбейту 10-ның 7 дәрежесі паскаль. Ал енді келесі кезекте екінші механикалық кернеудің формуласы эпсилон е. Эпсилон салыстырмалы деформация болып табылады. Оның орнына біз дельта L бөлінген L-ді қойып жазуымызға болады. Осы жерден біз мына жерден дельта L табайық. Сонда дельта L тең болады сигма көбейту L бөлінген E. Так, сигманы тауып алдық мына жерден. Осыны апарып мына жердегі механикалық кернеудің орнына апарып қоямыз. Сонда 5 көбейту 10-ның 7 дәрежесі ұзындық 5 бөлінген механикалық кернеу бізде миллиметрмен берілген. Сонда миллиметр квадрат. Сонда 2 көбейту 10-ның 10. Так, бөлсек 12/5 минус 3 дәрежесі метр. Немесе біз 1,25 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр деп жазуымызға болады. Яғни бізде нұсқасы 1,25 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Одан кейін сантиметр деп жазуымызға да болады. 10-ның минус 2 дәрежесі ол санти. Сондықтан да 1,25 сантиметр.